және ағылшын тілін қолдай отырып, бұл талаптарды өзгертуіміз керек. Біріншіден, ағылшын тілін ерте мектептен бастап сапалы түрде оқытуды әрі қарай жалғастыруымыз қажет. Кезінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес 3-ші, 4-ші сыныптар мен 10-ші, 11-ші сыныптарда ағылшын тілі бойынша сағаттың аптасына 3 сабақтан 5 сабаққа дейін көбейтуді біз қолға алғанбыз. Бірақ бұл бастама толық іске аспады, өкінішке орай. Осы бағытты нақты іске асыруымыз керек деп санаймын. Екіншіден, оқыту тілі қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін бағыттарда ағылшын тілінен емтиханды түсу кезінде емес, оқу аяқталған соң тапсыруды қарастыруға болады. Ал сол кезеңге дейін ағылшын тілін бакалавриат, магистратура мен докторантураның оқу бағдарламасындағы үлесін көбейтіп, тереңдетіп оқытқан дұрыс, сонда нақты нәтиже болады деп ойлаймын. Сонымен қатар, гуманитарлық және әлеуметтік ғалымдар бойынша магистратура мен PhD-ға эмпирикалық зерттеу әдістері курстарын дамытуға назар аударуымыз керек. Үшіншіден, ағылшын тілінде оқытатын немесе қос дипломды бағдарламалар мен филиалдар үшін бұл талапты керісінше күшейткен жөн. Яғни, оны әр бағытқа сай саралауымыз қажет. Төртіншіден, PhD-ға түсу үшін эссенің орнына қазіргі қолданыстағы зерттеу ұсынысын жазу талабын енгізу, research proposal, және жалпы жазба жұмыстарын тәуелсіз бақылаушыларға беру керек. Бесінші, Scopus пен Web of Science базаларында мақала жариялау талабында мамандықтың ерекшелігіне қарай қарастырған жөн деп санаймын. Мысалы, музыка, қазақ филология сияқты салаларда қосымша балама жолдарды ұсынуымыз керек. Бастысы диссертацияның сапасы мен ғылыми ортаға қосқан нақты үлесі негізгі назарда болуы тиіс. Оны конференцияларда талқылау мен ғылыми жұмыстың пайдасы маңызды.